сәлем. Бүгін менімен бірге шпинатный рулет дайындап көріңіздер. Ол шпинатный рулетті прям съемканы қатты жақсы көретін адамдарға ол бірден ұнайды. Все, кеттік. Бұл шпинат қатты лас болады, сондықтан оған қайнаған су құйып 5 минутқа қойып қоямыз. Шпинатым суда тұрғанда мен қазір жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп алдым. Жұмыртқаның ағына чуть-чуть тұз қосамыз да, оны әппақ болғанша, прям көбік емес, қою болғанша миксерлейміз. Оған менде бір где-то 10 минуттай кеткен шығар. Қатты ұзақ миксерлесеңіздер де ол суға айналып кетуі мүмкін. Сол үшін қою болғанда бірден тоқтатыңыздар. Шпинатымды осылай сүзіп алғаннан кейін үстіне салқын су құйып тағы да сүзіп алдым. Содан кейін қараңыздар, шпинатты мен қолмен сығып, жылтокпен қазір араластырып шықтым. Араластырып болғаннан кейін оған ұнымызбен қазір разрыхлителімізді қосып жіберіп, тағы да араластырамыз. Барлығы біріккенше араластырамыз. Сіздер оны блендермен араластырсаңыздар болады. Менде блендер жоқ, термомикс болса, оны менде араластыруға болады. Енді содан кейін қараңыздар, мына белокпен қазір шпинатымызды араластырамыз, бірақ та ұзақ араластырсаңыздар, ол су болып кетеді, отвечаю прям. Сол үшін аз араластырыңыздар. Видимо, мен ұзақ араластырдым, и поэтому менде чуть-чуть суға айналып бастағанда мен прямо сразу қорқып тоқтатып тастадым. Енді противенге пергаментная бумаганы жаямыз. Мендегі размері 30-40. Көрдіңіздер ма? Менікі чуть-чуть сұйық болып тұр. Мен қатты араластырып тастаған сияқтымын. Барлық жері бірдей. То есть бір жері жұқа, бір жері қалың болмау керек. Барлығы бірдей болғанда оны духовкаға 10-12 минутқа пісіріп аламыз. Зубочистканың көмегімен, либо шпажканың көмегімен піскенін тексеруге болады. Духовкада тұрған кезде шпинат где-то бір 10 минут өткенде зубочистканы тығып қараңыздар. Ол құрғақ болса, пісті деген сөз. Менікі міне пісті, астына пергаментная бумага жайып аударамыз. Қараңыздар, менің шпинатым бумагама жабысып тұр. Мен дейтін негізінде духовкаға салмастан бұрын пергаментке май жағып алу керекпіз. Мен оны жақпағандықтан осылай чуть-чуть жабысыңқырап тұр, бірақ ештеңе етпейді, толықтай осылай алып алуға болады. Енді шпинаттың үстіне творожный сырды бірдей етіп, пышақпен, либо қасықпен жайып шығамыз. Барлық жеріне жетеді осы 210 грамм творожный сыр. Осы творожный сырды жағып болғаннан кейін бір кішкентай бөлігіне 100 грамм семганы жұқалап етіп турап қойып шығамыз. Содан кейін самый главный процесс рулеттердің білесіздер, я? Оны орау керек. Орағанда бір рет орағаннан кейін бірден қысыңыздар. Екінші рет орағаннан кейін тағы да қолмен қысып отырып ораңыздар. Сонда оның арасы бір-біріне жабысып, күшті болып шығады. Бұл шпинатный рулетті біз пісірмейміз, тек дәл осылай орап болғаннан кейін холодильникке салып алсаңыздар болады. Ал мен, как всегда, оны холодильникке салмай, бірден кесіп көрсетемін. Сосын сіздерге холодильникке салынған түрін кескенде қалай болатынын оны да көрсетемін. Міне дайын, осыны енді кесеміз. Бұл жерде мен холодильникке салған жоқпын, бірден кесіп тұрмын. Көрдіңіздер, соның өзінде ол оңай кесіледі, бірақ творожный сыр бұл крем сияқты болғандықтан ол дейтін кішкене пышағыма жабысып тұр. Дәмі деген енді вообще супер. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қарағандарыңызға рахмет.